Сәлем қайырлы күн достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздерге мен жүрекше пирогының рецептісімен бөлісейін деп тұрмын. Дәл осы пирог желіде хит болып жатыр. Міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көрсеңіздер, пирогтарыңыз өте керемет болып көтеріліп, әрі жұмсақ, әрі дәмді болып дайын болатын болады. Міндетті түрде видео рецептке қарап жасап көріңіздер. Видеоны жоғалта алмастан каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды жарып салып, оның үстіне шекерімізді салып, екеуін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біздің массамыз аппақ көбіктей болып көтерілгенше жақсылап миксерлейсіздер. Жақсылап миксерлеп, аппақ көбіктей болып көтерілгеннен кейін үстінен жылы сүтімізді, сосын сұйық майымызды құйып, барлығын әрі қарап тағы да миксерлеп, бір масса болғанша миксерлейсіздер. Барлығын миксерлеп дайындап алғаннан соң үстінен ұнымыздың жарты бөлігін салып, оның үстінен разрыхителімізді салып, әрі қарап тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін ұнымыздың қалған бөлігін салып, жақсылап миксерлеп, дәл видеодағыдай масса болып шығу керек. Осылай масса болып дайын болды. Енді осыдан 2 ас қасығын бөлек ыдысымызға алып аламыз. Оған раскраскамызды, яғни краскамызды, қызыл краска бояуымызды салып, қасықпен жақсылап бір түске енгенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылайша қызыл түске енеді. Алдын ала пергамент қағазбен жасалынған осындай формамызға пирогымыздың массасын құйып, оның үстіне жаңағы дайындаған массаны осылай шприцке тартып алып, дәл осылайша дөңгелектеп барлығын бірінші құйып аласыздар. Сосын шпажканың көмегімен де болмаса осындай кеуірттің шиімен де істесеңіздер болады. Дәл осылай 150 градуста 30-35 минутта пісіріп аласыздар. Рецепт ұнаған болса сақтап алыңыздар және парақшама тіркеліп қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыз.